Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті қыздар. Бүгін сіздермен YouTube арнамда карамельді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеомды соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен салмасына керек заттарымыз варенка және қаймақ, ванильный сахар және де қант, жұмыртқа керек болады. Ең алдымен варенканың үстінен қантымызды қосып аламыз. Қантты қоспаса да болады. Варенканың өзі тәтті. Одан соң жұмыртқаны қосып, үстінен осылай блендердің көмегімен құмшекері езілгенше, қанты езілгенше, жақсылап түйіршігі кеткенше араластырып аламыз. Одан кейін қаймағымызды салып аламыз. Менікі 20% қаймақ, 20-25% қаймақты қоссақ болады. Және де кукуруз крахмалын және ванильный сахарды қосып, барлығын біріктіріп араластырып алдым. Қант қоспасаңыздар да болады. Варенканың өзі тәтті. Маған қант тәтті қатты ұнағандықтан осылай қантты көбірек қосып араластырып алдым. Барлығының құрамы қаншадан салғанымды астына описание бөліміне жазып кететін болам. Одан кейін қамырын дайындап аламыз. Қамырына осындай 82%-дан жоғары майды қолданамыз. Сакрома майын және жұмыртқаны барлығын қосып, осылай ұнымызды қосып және қамыр қопсытқышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илеп аламыз. Басын барлығын біріктіріп, қолға жабысады, ештеңе етпейді. Одан кейін қамырымыз жақсылап илеп болғаннан кейін июын қандырып, ауа кірмейтіндей етіп, салафанға орап, холодильникке 20 минут, жарты сағатқа қойып аламыз. Майы сіңіп, әдемі болып, қамырымыз дайын болады. Осылай оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар да болады, немесе табаға салып, қолдарыңызбен де жайып алсаңыздар да болады. Шеттерін шығарып, әдемілеп формасын келтіріп аламыз. Табаның астын майламай қойсаңыздар да болады, өйткені қамырымыздың өзін майдан жасағандықтан табаға жабыспайтын болады. Осылай шеттерінің формасын келтіріп, вилкамен әдемілеп істеп алдым. Қамырымызға қамыр қопсытқыш қосқандықтан көтеріліп кетпеу үшін вилкамен тесіп алдым және салмасын салып, пешке 45 минутқа 180 градусқа қойып пісіріп алдым. Біздің пирогымыз дайын болды. Бірден кеспейміз, суығанша 1,5-2 сағаттай күтеміз. Одан кейін барып кессеңіздер, формасын ұстайтын болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.